Құрметті ағалар, апалар, Өзбекстан, Қазақстанның түкпір-түкпірінен ат шаптырып, бәріміз бүгін бас қосып отырмыз. Ниеттеріңіз қабыл болсын. Мен осыдан 15 жыл бұрын Қазақстанның Өзбекстанда елшісі болдым. Сонда Төле би бабамыздың кесенесін көтердік, бұзып, қайтан көтердік. Сонан соң екінші осы Нұр ата жерде Айтеке бабам жатыр деген соң, біз үш жігіт боп осы жерге келдік. Біреуі Алтынсары дейтін, о төрде отырған азамат, біреуі Қаражан дейтін қайтыс боп кетті. Осы жерге келгенде қарасақ үлкен бейт. Сонысы бізге түсіндіріп айтты, мынау бейт 2-3 мың жылдық деді. Ол бейтте өзбек, тәжік, қарақалпақ, қазақтар жатыр екен. Мен сонда түсіндім, тіліміз де, дініміз де бір екендігін, базарымыз да, мазарымыз да бір екендігімізді. Себебі біз бір халықпыз. Сонан соң қарасақ, бабамыздың әшейін неменің көтерілген бір несі тұр екен. Қасында кішкентай бағана таста Айтеке би деп жазып қойыпты. Сонан соң оның бәрін көрген соң жігіттер не істейміз дедік. Бұл жерде баяда мен оңтүстік Қазақстан облысына әкім болғанмын. Сонда қазақтың бас қосқан Ордабасы дейтін жер бар. Сол жерде үлкен стелла жасағанбыз, биік. Сөйтіп осы Нұр атаның мрамор тасын апарғанбыз. Сонсы сол жерге бардық. Барған соң қарасам бір жас жігіт жүр. Сен кімсің дедім, директорым дейді. Бұл жерде басқа кісі бар еді ғой, ол менің әкем деді. Онда әкеңе бізді апар дедім. Келдік, Шады дейтін мықты, келісті келген 1 метр 90 сантиметр батыр кісі екен. Система қалды жатыр екен жүрегіне. Сонысын осында елші келді деген соң системасын өзі жұлып алды. Келіп дастарханға отырды. Ал қандай мәселемен келдіңдер деді. Айттым, осындай келдік, Айтеке бабаны көрдік, енді сол жерде бір кесене құрылсақ деп едім. Жоқ, жігіттер ешнәрсе болмайды деді. Бұл жерде облыстың әкімі кіріскен бұл мәселеге, кейін талай-талай жігіттер келген, ешкім ешнәрсе шеше алмады. Бұл мәселені шешу үшін біріншіден Ислам Абдуғаниш Каримовтың рұқсаты керек деді. Сонысы мен бардым, Ислам Абдуғанишке барып, айттым, осындай Нұр ата дейтін бір киелі қасиетті жерге бардым дедім. О жерде Сейітқұл әулие дейтін әулие жатыр екен. Ол кісі Жалаңтөс Баһадүрдің әкесі екен деп. Сол жерде осындай бір кесене көтерсек пе деп. Жарайды деді, бірден тапсырма берді министрге. Мансуров Раушанбек дейтін. Сонысы ол кісіге келдім мен Раушанбекке. Айтты 6-6-6 осындай мавзолей жасаймыз, одан артық жасауға болмайды, Өзбекстанның заңы бар деді. Сонысы мен айттым, Айтеке би Сейітқұл бабамыздың арасында 5,5 метр. Оны қалай қосамыз дедім. Білмеймін деді, қалай қоссаңдар, өздерің біліңдер, сүйегін көтеріп әкеліңдер деді. Мен айттым, сүйегін көтермейміз дедім. Сонан соң Мырзатай Жолдасбеков, Ақселеу дейтін ағаларымыз бар. Әбіш Кекілбаев, сол кісілердің бәрін шақырдым Ташкенге. Ташкенге шақырып айттым, не істейміз дедім. 6-6-6 одан артық жасауға болмайды дедім. Сонан соң Клара апамыз, Әбіш Кекілбаевтың үйіндегі женшеміз. Зауытбек деді, баста. Себебі деді, оны жасамасаң, онда братылай шеше болмайды деді. Жарайды дедік. Сонда Шавкат Мирзиёев премьер-министр. Сол кісімен барып келісіп, сол кісінің рұқсатымен 15 метр ұзындығы, 11 метр биіктігі, 9 метр еңі осы мавзолейді бір айда көтердік. Оның ақшасын қайдан алдың дейсіз. 6 қор бар екен Қазақстанда Айтеке би дейтін. Бәріне звондап шықтым. Жігіттер, қалайсыңдар? Атсалысасыңдар ма? Біреуінде де ақша жоқ. Сонан соң жолдастарды жинадым. Анау бағанағы Алтынсары дейтін азамат, мен екеуміз ұлы жүздің жігітіміз. Ибадулла Қалибеков дейтін орта жүздің қоңыраты.
Қалған азаматтардың бәрі кіші жүздің азаматтары. Олардың бәрі менің жан жолдастарым, жақын жолдастарым. 7 атымтай дедік ол азаматтарды. Сөйтіп 7-еуміз қаржыны жинадық та, сөйтіп осы мавзолейді көтердік. Сонысын мен Нұрсұлтанович Москваға кетесің деді, елші болып. Мен айттым, яқты бітпей жатыр деді. Төле би бабамыздікі, Айтеке би бабамыз. Қанша керек деді? 1 ай керек дедім. Сонысын 30 июль күні Төле бабамның кесенесін аштық Ташкентте. 31 июль күні өшерге келіп, Айтеке бабамның кесенесін аштық. Сонда 45 градус болып тұр, күйіп тұр бәрі. Адам тұру мүмкін емес далада. Сонысын айтты, не істейміз деді. Бірден бағанағы ас өтеді жерге барайық дедім. Болмайды дедім. 5 минут болса да тұрайық дедім о жерде. Келдік 31 күні. Қасымда шешем бар 80-дегі. Қара бұлт келді де жапты ғой. 3 сағат ұстап тұрды. Салқын болып кетті. Айтеке бабамның, Сейтқұл бабамыздың әруағы бағанағы бізге мүмкіндік берді. 3 сағат әңгіме жасауға. Ең соңғы сөзі Шауқаманов дейтін Қызылорда облысын менен бірге көршілес облыста әкім болған кісі, ол кісі 10 минут сөйледі. Сөйтіп, бағанағы бұлт кетті, жаңбыр етіп себеледі. Сөйтіп, біз барып асын өткіземіз дейінші қайтадан шықса, қайтадан 45 градус деп бағанағы неғып тұр. Көрдіңдер ме? Қандай құдірет. Сонсы менің шофырым былай деді, бәрін бітіргенде. Аға деді, 60 мың шақырым жүріппіз дейді. Осы Айтеке бабаның кесенесін жасау үшін. Жер шары 40 мың. Сонда 1,5 бесе көп жүрген жағдайымыз бар екен. Айтеке баба 3 бидің ішінде ең үлкені болатын, бірақ ертелеу кетті. Ол кісі 18 жасында батыр болған. Қазіргідей әшейін батырлықты жерге іліп қоймайды. Ол кезде жекпе-жекке шығу керек. Жекпе-жекке шығып, жеңіп, сонда Жалаңтөс Бахадыр бабамыз айтты. Бізде батыр көп деді. Би боласың деді. Сонда 4 қара әлімнің би болған. Сонысын кіші жүзінің би болған. Бұл кісі кесіп сөйлейтін адам болған. Тура сөйлейін деп туысыма жақпағанмын деген сөз қалған. Айтеке бабамыздың. Төле би о кісі өте салмақты, Төле би болған. Бұл кісі тікелей бағанағы өзінің пікірін айта берген. Сондай адамдар бұл дүниеде болды, әруақ риза болмай тірі баймайды деген. Кеше келе жатырмыз Шымкенттен. 8 сағат жүрдік мәшинеде. Асып бара жатыр. Сонысын ойладым, қайтадан осы 35 болама деп. Таңертең тұрсақ қонақ үйде, далада жаңбыр. Ол нұр шашып отыр. Бабамыз бүгін риза болып отыр. Осы баршамыз келіп ынтымақты болғанымызға. Өзбек, қазақ, мен мәңгі достық дейтін фильм жасағам елші болғанымда. Сонда 2 президентке көрсеттік. Біз бір халықпыз. Біздің ынтымағымыз мықты болатын болса, орталық Азияда ешкім шаға тырп етпейді. Сол себептен қазіргі президенттеріміз керемет жақсы жағдайда бізді бәрімізді біріктіріп жатыр. Амандық болатын болса, осындай бірігіп жүретін болсақ, онда біз егеменді, тәуелсізді Қазақстан, Өзбекстан бауырлас ел болып тұрамыз. Мен сіздерге тілегім, денсаулықтарың мықты болсын. Отбасыларыңызда амандық болсын. Балашаға ауырмай, сыздамай, ойнап, күліп, жайнап жүрсін. Ынтымақ, бірлік болсын. Бір жағадан баш шығарайық. Үлкенді сыйлайық. Бабаларымыздың әруағы бізді қолдасын, ебесін. Аман болайық.